Баршаңызға сәлем достар, қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім. Бүгін сіздерге үйдегі бар заттармен салат жасайтын боламыз. Ол өте дәмді және дастарханын көркін кіргізеді. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және де менің каналыма тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Өзімізге ыңғайлы формада тураймыз. Редисканы қосу міндетті емес, оны қоспай жасасаңыздар да өте дәмді болады. Дәміне қарай қара бұрыш және тұз сеуіп, жақсылап барлығын біркелкі араластырамыз. Салатымыз дайын болды, дәмі өте керемет. Бұл салаттың аты жоқ, себебі үйдегі бар заттармен жасалған болатын. Ас болсын.